Ал достар, біз бүгін Гүлмайра деген сыныптас досымыздың 65 жасқа толған мерейтойында отырмыз. Мына жақта мына бірге оқыған группалас қыздар, жолдастармен мына жақта бірге оқыған сыныптас достар. Құтты болсын, бақытты бол, аман есен бол, денсаулығы болсын. Денсаулық болса бәрі болады. Мына осы жиналып отырған достарына бірін айтарым. Сіздер де аман есен болыңыздар. Тек қана осында қуанышта, қуанымда кездесейік. Яқтан меркіден. Сол Жолдас қыздарымыз келіп отыр. Райхан менің досым, Кенен ауылынан. Ешқан, Дана деген келініміз. Өсір деген қызымызды сөйлеп жатқан ұлы, және жолдасы Шакөл. Ендігі тек қана жақсылық болып, амандық, есендікте төрт көзіміз түгел осы 65 жылдығымызды тойлап, көргеніміз той, жегеніміз қойдың еті болып, шапқылап жүре берейік. Тек жақсылық болсын. Алла осы жақсылығымыздан айырмасын, көп көрмесін. Барлығымыз денсаулығымыз мықты болып, осындай күнге топтасып жүргенімізге Құдай күш қуат берсін. Тек жақсылық болсыншы. Әмин. Ал құрметті достар, жаңа өсеркіл айтқандай, жазда кездесуден кейін біраз уақыт өтіп қалыпты. Айтып едік, жиі кездесіп тұрайық деп. Бүгін міне Гүлі 65 жылдықты бастап жатыр. Менде де әлі күні жаңа айтып жатырмын ғой, әлгі әйелің 50 жылдан кейін класс жетекшің болады деп. Иә, содан кейін әлі күні айтады, әй бала, туған күнің не істейсің? Онша күн айтады, әй бала, туған күнің не істейсің дейді, ой бар ма? Мен класс жетекшім. Содан кейін көреміз деп қойдық енді оны. Бірақ мына Гүлі бастап жатыр. Мынау курстастары бар. Адамнан сіз келіңіз, төрге шығыңыз. Курстастар бар, енді класстастар оны сіз де біледі ғой.